Қазағым, міне біз заңгер Инга Иманбаймен Тараз қаласына келдік. Қазір тергеуге қатысамыз. Тергеуде Мадиярды қамату жөнінде нақты талаптар қоямыз. Негізі былай қарап тұрсақ, Мадиярды қамауға толық негіз бар деп ойлаймыз. Түрлі дәлелдерді, дәйектерді ұсынып жатырмыз. Десе де әзірге нәтиже жоқ. Егер де Таразда нәтиже шықпаса, біз Астанаға барып Сәденовпен жолығуға мәжбүрміз. Сондықтан бүгінге тек қана Таразда жұмыс істейміз. Содан кейін Астанаға барарда міндетті түрде сіздерге айтып отырамыз. Келіншегім Мадина Рашид қыздың рухына бағыштаймын. Жоқтың жері жайлы топлауға қой. Айтымызда балқыбек, бәйтелі, бәйтелі, шорман, ералы, мүсібек. Қарттың рухына бағыштаймын. Жоқтың жері жайлы топлауға қой. Апам Әділкел, Балқыбек келінің рухына бағыштаймын. Атам Рыскелді, Назарбек рухына бағыштаймын. Атам Бақытбек, Малгелді рухына бағыштаймын. Ағам Нұрперзент, Малгелді рухына бағыштаймын. Басқа да дәм еткен ағалықтарына бағыштаймын. Келіншегім Мадина Рашид қыздың рухына бағыштаймын. Жоқтың жері жайлы топлауға қой. Күйеуі барни алып келген екен. Аванс алып барни алып келген екен, пачка. Сол пачканың ішінде бір несін алғанда, баласына ашып бергенде, екіншісін алып өзі жейін жеп жатқан кезінде, жеп бір тістегеннен кейін күйеуі келіп, сен неге баланың тәттісін жейсің деген екен. Ой, сосын не болыпты? Мә деп берген екен. Сол кезде енесі келіп ұрсыпты. Сен не жейсің, неге күйеуіңе қарсы сөйлейсің деген кезде Мадина сөз қайтарған екен. Сол кезде күйеуі келіп, сен неге менің мамама сөз қайтарасың деп ұрған. Сол кезден басталған бір барни үшін. Басында сабан шашын жұлған, сүйреген денесін, арқасын шыбықпен ұрған, аяқтары сырылып қалған, арқасын шыбықпен ұрылған іздер тұр. Басын тесіп саған ғой, тесіп жерген басын. Күйеуі өлтіріп, ұрып соғып өлтіріп, басын тескен. Тескеннен кейін ол кінәні менен болмасын деп асып қойған ғой әйелін. Достар, біз қазір Мадинаның қайын жұртының үйінде жүрміз. Анасы Мадинаның киімдерін алып кетем деп келген. Бірақ киімдері жоқ дейді, далаға шығарып тастаған дейді. Және де біз туған туысқандарынан сұрасақ, қай жерге асылып десе көрсетпей тұр. Осы жақ деп тұр. Енді жаңағы екі жердің бір жеріне асылған.